Ұйқы бездің ұйқыға дым қатысы жоқ. Көптеген адамдар дұрыс ұйықтай алмай жүрмін, ұйқы безімнен ауырып жүрген сияқты деп көп адамдар шағымданады, бірақ бұл мүлде олай емес. Ұйқы бездің нақты қызметін сіздерге айтып кетейін. Адам организмінде тағам арқылы түсетін майларды, көмірсуларды, тағы да басқа және түсетін заттарды қорытуға қатысатын ферменттер түзеді. Және де екінші қызметі адам организміндегі сахардың, глюкозаның деңгейін реттеп отырады. Негізінен ұйқы без екі гормон түседі, ол біреусі инсулин, екіншісі глюкагон. Инсулин деген гормон адам организмінде қанттың деңгейін төмендетіп отырады, түсіріп отырады, ал глюкагон деген гормон адам организмінде қанттың деңгейін көтеріп отырады. Яғни бұл екі гормон ұйқы без дұрыс жұмыс жасау үшін екеуі тепе теңдікте дұрыс жұмыс жасау керек. Сол себеппен ұйқы бездеріңізді тексертіп, ұйқы бездеріңізді қаратып жүріңіздер. Егер ұйқы бездеріңізді тексерткіңіз келетін болса, квантовый магниті бионазатор аппаратынан диагностикадан өтіп біле аласыздар. Сонымен қоса 40 түрлі анализ қорытындысын ала аласыздар.